Жақындар мен сіздерге алдында историяға салып жүрген болатын. Өзімнің келінім больницада жатыр деп, енді қазір келініме больницаға барып, қал жағдайын сұрап біліп, керек жарақтыларын аперіп, сосын бүгін бізде қалада бір өте керемет бір қызықты бір концертке бір қонақ ретінде шақырған болатын. Бекет сізден қашты ма, жобадан қашты ма түсінбей қалдық. Ну енді әр адам өзінің жауапкершілігінде ғой. Иә. Сөйтіп сізге қандай жігіттер енді керек емес екен? Қалай ойлайсыз? Андай итпей ақ қояйыншы, басқалар сияқты, типа, ой, жаман адам деген. Егер жаман адам болған болса, танысып бастамайтын ем. Просто кейбір тұстар маған келіспей қалды. Бірақ подругалар болмайды, жұмысқа бармайды деп. Ойнап айтамын, ешқандай шектеу қоймаймын. Главное, доверие ғой, на доверие будем жить. Я буду ей доверять, она будет меня проверять деген сияқты. Мысалы, жас жігіттермен таныспаймын дегендей айтасыз ба дегенім ғой? Жоқ. Мен ондай адам таныса бересіз, бір адамның қателігі үшін барша адамды сондай қаламаймын. Солай. Үлкенінің де жақсы болады, жаманы болады, кішіде де. Ең бастысы иманы, жүрегінде реально иманы бар, и шындыққа тіке қарайтын. Тура сондай болайын деп тұр ғой. Иә. Сондай болады, шектеу қоймаймын ешқандай. Баратын жеріне барат, келетін жеріне келеді. Басты көніп жүре бересіз. Иә, клубқа барамын десе барат, мен бірге. Вы только мужчины, да, в клубе? Женщины только мужчины. Айнұр қалайсыз? Күшті, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз. Сөйтіп жұп болам деп болмай қалды. Иә. Сөйтіп бұйырғаны ғой. Мен ойлаймын, мен Алланың махаббатына сенемін да. Кез келген нәрсе уақытылы ашылады, уақытылы болады, шүкір Аллаға. Ойын бәрі мужчина. Біреуім жетпей жатырмын, біреусім жетпей жатырмын. Сізді қыздардан айырып өзі жігіттерге қарайын деп ойлаған жоқ. Солай, 21-ші ғасыр ғой енді. Жастар жігіттерін адасың. Айналды, сөзіміз Айсұлтанды. Айсұлтанды отаға.